Неге магнит тартады? Бүгін осы тақырыпты ашатын боламыз. Ендеше кеттік. Неге магнит тартады? Жалпы ол үшін біз ең бірінші магнит деген ұғымды анықтап алуымыз керек. Магнит деген не екендігін. Бізде ол магнит кейбір металдарды өзіне тартатын зат. Бүкіл металдарды тартпайды. Кейбір металдарды ғана. Мысалға, темірді тартады, болатты тартады, никельді тартады, кобальтты тартады. Бұл құбылыстардың барлығы, жалпы магниттің тарту құбылысы, магниттік күш арқылы түсіндіріледі. Жалпы енді барлығымыз білетін шығармыз магнитті. Мектеп кезінде жалпы оны өтеді физика сабағында. Жалпы күнделікті қолданыста да магнит көптеген заттардың, яғни техникалардың ішінде қолданылады, мысалы жаңағы колонка, тағы да бір басқа техникалар. Тіпті телефонның ішінде де осы магнитіміз бар. Яғни магнит қолданылады. Жалпы енді кішкентай кезде де балалар кішкентай кезде көбінесе осы магниттерді алып, мысалы домалақ магниттер көбінесе осындай домалақ магниттерді қолданатын көбінесе. Яғни шегеге жабыстырып, есікке жабыстырып кететін темір есіктерге. Солай балалар ойнайтын кішкентай кезінен бастап. Жалпы магнит деген не? Магнит ол айналасында магнит өрісі бар дене, қандай да бір. Мынаның бәрі бізде магнит өрістері. Стрелкамен берілген. Бұның барлығы бізде магнит өрістері. Солтүстіктен шығып, оңтүстікке қарай кіріп жатыр. Яғни оңтүстіктен кіреді да магнит өрісі, солтүстіктен шығады. Бізде осы процесс жалғаса береді. Жалпы магнит өрісі магниттің әсер ететін көрінбейтін аймағы. Бізде мысалы осындай төрт бұрышты магнит бар деп қарастырайық. Мына жағы солтүстік, мына жағы оңтүстік. Енді ағылшын тілінде north солтүстікті береді, ал south бізде оңтүстікті береді. Осының айналасында, осы айнала жақтарының барлығында бізде өрістер жатады. Былай жатады, былай жатады, былай көрінбейді ол бізге, көзімізге. Неше түрлі бағыттарда былай, одан былай, бір-бірімен ауысып жатады. Бір жақтан кіріп, бір жақтан шығып, яғни оңтүстіктен кіреді, солтүстіктен шығады. Осы өріс арқылы магнит басқа заттарға әсер етеді. Яғни жабысады ғой, бір сөзбен айтқанда. Енді бізде осы магниттің полюстеріне тоқталып кетейік. Жалпы әр магниттің екі полюсі болады. Екі полюсі. Біріншісі солтүстік полюс, екіншісі оңтүстік полюс дейді. Ережеге тоқталып кетейік. Мысалы, мына суретте көрсетіліп тұр. Екі магнитті адам екі қолында ұстап тұр. Бір жағы солтүстік полюс, екінші жағы оңтүстік полюс. Бұл магнит бір-біріне тартылады. Өйткені солтүстік пен оңтүстік полюс бір-біріне тартылады. Яғни плюс пен теріс деген секілді. Ал екінші біз суретке қарайтын болсақ астындағы, осы екіншіге қарайтын болсақ, бұл жерде оңтүстік полюс, және де екіншісі де оңтүстік полюс беріп тұр. Бұл екеуі бір-біріне керісінше тебіледі. Өйткені плюс пен плюс бір-біріне мүлдем жабыспайды, керісінше тебеді. Бұл полюстер, яғни тебеді бірдей полюстер, ал әртүрлі полюстер тартылады. Мына жерде де көрсетіліп тұр. Мынау солтүстік полюс, ал мынау бізде оңтүстік полюс. Оңтүстік полюстен шығады да солтүстік полюске, мысалы солтүстік полюске кіреді де оңтүстік полюстен шығып жатыр. Стрелкаға қараңыздар. Мына жақтан кіреді де, мына жақтан шығып жатыр. Және осы процесс бізде жалғаса береді. Бұл былай кетеді, бұл былай кетеді, мінекей. Бұл мынау өрістердің барлығы бізге көрінбейді, көзімізге мүлдем көрінбейді. Енді жалпы сұрақ тууы мүмкін, неге темірді тартады магнит? Себебі темірдің ішінде өте ұсақ магниттік аймақтар болады. Темірлердің ішінде. Мына менде скрипт қой, бір сөзбен айтқанда. Мұның барлығы скрипт, мысалға берілген. Барлығы скрипт. Мысалы, темір бар, кез келген нәрсе. Жаңа айтып кетіп қалдым да, кобальт, темір, болат деген
біздегі металдарға ол жабысады. Қалай жабысады? Мысалы, магнит жақындағанда осы аймақтар бір бағытқа қарай орналасады. Жаңа айтып кеттік қой. Темірдің ішінде өте ұсақ, мысалы бір біз осындай бір темір бар деп қарастырайық. Міне осындай бір темір бар деп қарастырайық. Осының ішінде өте ұсақ магниттік аймақтар болады. Көзге көрінбейтін магниттік аймақтар. Өте ұсақ точка секілді болады. Магнит жақындаған сәтте, мысалы, мынандай біз бір магнит бар деп алайық. Осындай бір магнит бар деп алайық. Осы магнит мына затқа, яғни темірге жақындаған сәтінде, осының ішіндегі мынау көрінбейтін аймақтағы магниттік аймақтар болады дедік қой. Солар жиналады, осының барлығы мына жаққа бір бағытқа қарай, міне осы жерге қарай жинала береді. Барлығы былай келіп, былай келіп, былай келіп, яғни бір бағытқа қарай орналасады. Сондықтан осы жердегі темір, мына темір тұр ғой, осы мына магнитке жабысатын болады, бір сөзбен айтқанда. Енді магниттік күш дегенді түсіндіре кетейін. Жалпы магниттік заттарды жаныспай тартылады. Міне, көрсетіліп. Мына жерде өте қатты күшті, бұл ферромагниттіктер деп аталады. Біз жалпы үшке бөлінеді магниттердің тарту күшіне байланысты. Ең күштісі ферромагнит, ортаншысы парамагнит, ал мүлдем тартпайтыны диамагниттіктер деп үшке бөлінеді. Яғни ең күштісі бізде ферромагниттіктер. Олар өте қатты бір-біріне жанасып тартылады. Оларды ажырату өте қиын негізінде. Себебі енді мына екеуі қалай жабысып жатыр десеңіздер, өйткені бұл жерде өріс әсер етіп тұр ғой, көзге көрінбейтін кеңістіктеші. Соның салдарынан олар алма ішінде осы екеуінің ортасында тұрған бір кедергіге де қарамай, олар бір-біріне тартыла береді. Яғни екеуі бір-біріне жақындаған сайын бізде магниттік күш күшейетін болады. Енді күнделікті өмірдегі мысалға тоқталып кетейік. Күнделікті өмірде біз телефон динамиктерінде көреміз. Міне, кәдімгі смартфон деп қарастырайық, соның ішінде магнит бар. Міне, бұл бізде магнит. Катушка, диафрагма, осындай құрылыстардан тұрады, структурасы ішкі. Екінші бізде колонкаларда. Енді күнделікті өмірде бәріміз білетін шығармыз. Кез келген машинаның ішінде колонка болады, яғни динамигінде. Осының ішінде де бізде магнит әлбетте болады. Магнитсіз колонка жасалынбайды. Үшінші бізде тоңазытқыш есігінде, тас дейді ғой қазақша. Төртінші бізде компаста. Міне, осы компастың ішінде де бізде магнит болады. Жалпы магнитсіз көптеген техника жұмыс істемес еді. Мүлдем істемейді. Өйткені музыка саласында осы магнит өте көп септігін тигізеді. Музыканың жалпы пайда болуына әсер етеді. Одан кейін жаңағы смартфондардың өзінде динамигінде бізде магнит әсер етеді. Жалпы магнит көптеген осы техникаларда қолданылады. Онсыз бізде техникалар жұмыс істемейді шынымен де. Енді магниттің тарту себебіне тоқталып кетейік. Ең бірінші ол жерде магнит өрісі болу керек. Яғни соның салдарынан бізде тартуға себепкер болады. Екінші бізде темірдегі магниттік аймақтарға әсер етеді. Яғни айтып кеттік қой, бүкіл металдар емес. Ішінде бірен-саран металдарда ғана жаңағы магниттік тарту әсері бар. Жаңағы болат, темір, кобальт деген секілді. Одан кейін магниттік күш арқылы тартылады. Жаңа айтып кеттім, кеңістікте өрістің салдарынан ол екі бағытта тұрса да, мысалы бір екі бағытта тұрған күннің өзінде де арасында кедергі болса да, мысалы бір осындай томалақ бір кедергі тұрған күннің өзінде де ол екеуіне ештеңе кедергі жасай алмайды екі магнитке. Себебі ол екеуінің бір-біріне тартылу әсеріне кеңістіктегі өріс әсер етеді. Ал оған ештеңе жасай алмайды. Яғни айтып тұрдық қой жаңағы көрінбейтін осындай өрістер әсер етіп тұрады айналасында. Былай кері бағытта. Соның салдарынан олар ештеңе әсер ете алмайды. Яғни олар бір-біріне өте қатты тартылады.